Сәлем достар, қайырлы күн, қалайсыздар? Мен бүгін осындай үй жағдайында пиццалар дайындаймын. Менімен бірге болыңыздар, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Және де видеоның соңына дейін көрулеріңізді өтінемін. Бізге ең алдымен керегі, мен пиццамның қамырын әр кезде әртүрлі рецептпен жасаймын. Бүгін осылай ашытып жасаймын, бірақтан көбінесе осылай ашытып істеймін қамырын. Ашытқан кезде осылай тек жылы су, тұз және ашытқы қолданамын. Мұны осылайына тұз салып, жақсылап ерітеміз. Суымыз жылы болу керек міндетті түрде. Жақсылап тұзымызды араластырып, үстіне ашытқымды саламын. Ашытқымды жақсылап араластырып аламын. Одан кейін бізде ұн салып, кәдімгі қамыр елеміз. Қамырымыз бауырсақтан қамыр сияқты болады. Бірақтан қатты, жұмсақ та емес, қатты да емес, орташа қамыр елеп шығасыздар. Мінекей менде қамырым дайын, ашытып қойдым. Енді бұл қамырдың ашуын күтеміз. Ол үшін осылай жақсылап бетін жауып, бетін жылы мата жауып, жылы жерге қойып қоямыз көтерілу үшін. Бұл қамырымыз көтеріліп дайын болғанша біз басқа да пиццаға керек заттарымызды дайындаймыз. Ең алдымен осылай соус дайындап аламын. Соусқа міндетті түрде майонез, кетчуп және де осындай мен сарымсақ қолданамын. Осылайына 3 бас сарымсақты жақсылап езіп алдым. Және үстіне міндетті түрде майонез, кетчупты араластырып дайындап қоямыз. Және де қыздар, айта кетейін, мен көбінесе осылай соусты осылай дайындаймын. Жай ғана пиццаға кетчуп қолданғаннан гөрі осылай майонез, кетчуп және де сарымсақ қолданғандарыңыз өте жақсы деп ойлаймын. Себебі піскен кезде иісі деген, дәмі деген өте ерекше шығады. Жеген адам сүйсініп жейтін болады. Мен өзім осылай жақсы көремін. Осылай істегендеріңіз дұрыс сияқты. Және келесі бізде осылай болгар бұрыштары да мен айта кетерім, пиццаға иісін әдемі қылады, дәмін әдемі қылады. Міндетті түрде салғандарыңыз дұрыс. Және де осылайына жақсылап болгар бұрыштарын турап дайындап алдым. Осылай арасындағы ұрықтарын бәрін алып тастаңыздар. Және де келесі бізде осылай қызанақты да жақсылап майдалап турап алыңыздар алдын ала. Енді келесі бізде осындай шұжығымызды, қандай шұжық қолдансаңыздар да өздеріңіз білесіздер. Мен осындай Нарленнің шұжықтарын қолдандым. Шұжық қолданғанда да қарайсыздар. Қалай айтсам болады, осындай жақсы шұжықтар пиццада иісінде, дәмінде бұлар да жақсы береді. Жай әшейін енді арзандауларын қолдансаңыздар әдемі болмай қалады, дәмді болмай қалады, яғни айтқанда. Мінекей осылайынан турап дайындап алдым. Енді бізде сырды ең соңында себетін кезде ғана үккіштен өткізіп алыңыздар. Енді қараңыздар қыздар, менде ашытып қойған қамырым ашып дайын тұр екен. Осы қамырымды жақсылап елеп аламын. Бұл ашытқан қамырымның жартысын ғана қолдандым пиццаға. Пиццамның көлемінде үлкен көлемде шықты, 26-28 сантиметр жобасында. Неке осылайына екі бөлікке бөліп алдым. Өзіме керек қамырымды алып дайындап алдым. Осылай июн қандырып.
шамал қойып қойыңыздар. Үйін қандырып жайған кезде осы күйінше жатсаңыздар білесіздер, жайылмай қалады. Сол үшін шамал уақытқа қойып қойыңыздар. Ең аз дегенде 10-15 минутқа қойып қойсаңыздар жақсы жайылатын болады. Енді мен қараңыздар, қамырымды дайындап, осылайынан шанышқын көмегімен осылай үстінен тесіп шығамын. Себебі қазір мен бұл осылай қамырымды осылай шанышқымен тесіп шыққаннан кейін үстіне осылайынан қазір қараңыздар соусымды жағамын. Бірінші сосын бұны осы күйінше пешке салып пісіріп аламын. Пісірген кезде шала біркелкі пісудің қажеті жоқ, шала пісіріп аласыздар. Сол кезде осылай шанышқын тескеннен кейін қамыр біркелкі түзу тұра береді. Егер теспеген жағдайда қамырдың бір жақтары көтеріліп, қалай айтсам болады, шариктер шығып кетуі мүмкін. Сол үшін осылай тесіп шыққандарыңыз дұрыс болады. Мінекей қараңыздар, менің қамырым дайын тұр. Енді үстіне осылай керекті заттарымды, шұжығымды қойып шықтым. Үстіне осындай болгар бұрышын қойдым. Көп қойған жоқпын. Осылай қызанақтарымды қойдым. Сіздер басқа не қойғыларыңыз келеді? Не, может, қозқұйрықпен қалайсыздар ма, өздеріңіз білесіздер. Мен осылай істедім. Үстіне осылай сырымды үгітіп, үкіштен үгітіп алдым да, және үстіне сеуіп пешке қойдым. 200 градусқа қойсаңыздар жеткілікті болады, және де 10-15 минутта пиццаларыңыз дайын болады. Қарап тұрыңыздар, сыры тез еріп болғаннан кейін қатып күйіп кетпесін. Себебі бізде қамырымыз уже дайын, пісіп тұрған қамыр еді. Шамалған тұрса жеткілікті болады. Мінекей бізде пиццалар дайын. Бетіне осылайынан укроп сеуіп шықтым. Сән үшін әрине міндетті емес. Мінекей қараңыздар, жұмсақ, өте жұқа. Айта кетерім, қамырларыңызды қатты қалың қылудың қажеті жоқ. Бауырсақтікіндей болудың қажеті жоқ. Одан да жұқа қыласыздар. Себебі ашқан қамыр болғаннан кейін піскеннен кейін көтеріледі. Сол үшін қатты көтеріліп кетпеу керек. Укробымды осылай сеуіп шықтым. Сән үшін суретке түсірген кезде, көзге көрінген кезде өте әдемі, тартымды болып тұрсын деген мағынада септім. Мінекей менің пиццам дайын. Ас болсын, міндетті түрде жасап көріңіздер, және де менің каналыма тіркеліңіздер.